Үйленген кісілерге шариғатымыз міндеттемелер берген. Негізгі міндеттеме ер кісінің мойнында. Шариғатымыз не деді? Үйлену ісі, ажырасу ісі, жанұяны тамақтандырып ұстап отыру баршасын еркектің қолына тапсырды Алла тағала. Еркек ар-риджал қауамуна алан ниса дейді. Еркектер әйелдерді билеуші деп басшы қылып қойды. Сіз үйленгеннен кейін сіздің мал дүниеңізге әйеліңіз қарайды. Сізге бала шаға тауып береді, ол бала шаға сіздің атыңызбен аталып жүр. Сонша Алла тағала сізге басшы қылып қойып тұратын баспанасын, киетін киім кешегін, жейтін тамағын сіздің мойныңызға жүктеді Алла тағала. Ер кісіге табасың деді. Бұған әйел кісі жауапты емес. Ертең бала шағаңыз аштан өлетін болса, Алла тағала бірінші ол еркектен сұрайды. Неге аштан өлді? Неге тамақтандырмадың деп. Бірақ осы нәрсеге жұмсақ қарайтын кейбір адамдарымыз да бар, жастарымыз. Өкінішке орай үйленіп, ажырасып жатқандар көп. Не болды десеңіз, әйелін кінәлайды. Әйелім сондай болды, мұндай болды, мінез жаман еді деп бір себептер айтып құтылуға тырысады. Бірақ Алла тағала сіздің қолыңызға тапсырған жоқ па жанұяны? Егер ол адам бір жанұясын өзінің басқара алмайтын болса, бір жанұясының ісін бітіре алмаса, өмірде не бітіреді ол? Бір әйелді ұстай алмаса, екінші әйелді алғаннан ол одан жақсы болып шығады деп ойлай ма? Не бұл? Ол әйелдің бәрі бір әйел ғой. Ол намаз оқып, орамал тағып жүрген болса, орамалдың іші әйел бәрібір ол. Басқадан артық емес ол. Қисық қабырғадан жаратылған деген ол қисық қабырға. Оны түземдеуге талпынбау керек. Не істеу керек? Жолын көрсетіп, бағыттап отыру, ол сізге міндеттелген нәрсе. Ұстай алмадыңыз ба, Алланың алдында жауап бересіз бұған. Өйткені Құран Кәримде үйленгеннен кейінгі, некелесуден кейін аяттың артында жалғасында айтатыны «Уәхазна минкум мисақан ғализа» дейді. Өте ауыр сөз алдық деген. Сөзіңізді бұзғаныңыз үшін, сөзіңізді тұрмағаныңыз үшін, себепсіз ажырасқаныңыз үшін ұстай алмай, Алла тағала сізден жауабын алады бұның. Бұл оңай нәрсе емес. Ажырасуға негізгі себеп болып берілген 3-ақ нәрсе бар. Ажырасам дейтін болсаңыз, әйеліңізбен себеп болып есептеледі. Негізгі себеп, тұратын себеп деп айтылатын. Бұлар біріншісі, әйеліңіз діннен шығып, ашықтан ашық қарсы келіп жатса, ажырасуға болады деген бұл үшін. Екіншісі, ата-анаңызға қол көтеріп, кәдімгі ашықтан қол көтеріп, қарсылығын білдіріп жатса, араларыңызды сыйыса алмай жатсаңыз, ажырасуға себеп болады бұл. Ата-анаға қол көтеру деп айтқан әйелдің. Үшіншісі, әйеліңіз зина жасаса дейді. 3 нәрседе ажырасуға болады. Негізгі себеп ажырасуға. Қалған ешқайсы негізгі себеп болып есептелмейді. Әйелім бұлай болды, солай болды, мен артымнан өсек айтты деп ажырасып жататындар болады. Кейбіреулері аяққа киетін шұлық пен сүлгіні бірге жуып жатыр деп ажырасатындар болады жаңағы. Ол ажырасатын себептер емес. Алла тағала бұның есебін алады. Бұл оңай нәрсе емес. Өйткені Алла тағала соңынан сендерден ауыр сөз айттық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде сендер әйелдеріңді Алланың аманаты деп алдыңдар. Алланың сөзін қолданып, ар намысын өздеріңе адал қылып алдыңдар дейді. Алладан қорқыңдар деген. Қаншама адамдар өз жанұясына еге болмай ажырасып жатқандар бар. Егер біліңіз, сіздің жанұяңыз сізге керек болмаса, әйел бала-шағаңыз сізге керек болмаса, басқа ол ешкімге керек емес ол. Сіз аямасаңыз, оны басқа ешкім аямайды деген сөз. Әр адам өз жанұясына еге болсын. Алланың алдында бұның жауабы бар, жоқ емес. Яғни босқа қарамасын. Себепсіз ажырасу деген шариғатта жоқ ондай нәрсе. Үйлену пайғамбарымыздың сүннеті, ажырасу сүннеттен емес. Ажырасу тек қана жаңағыдай жағдайлар болатын болса рұқсат нәрсе.